Сәлем, сіздермен Динара Балабек. Бүгін жұмсақ, өте дәмді, ерекше болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды толық қарап шығып, ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. И каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге осылай табағымызға жылы 400-500 мл жылы сүтімізді құйып аламыз. Суды 50-50 етіп араластырсаңыз болады. Сосын 1 қасық дрожж, шекер 2 қасық саламыз. 1 қасық, ас қасық тұз, растительное масло, енді сұйық майымызды құйып аламыз. Разрыхитель саламыз, 1 пачкасын. И сливочное масло 20-30 грамм. 2 жұмыртқа, барлығын салып алып, жақсылап араластырып шығатын боламыз. Бөлме температурасына болу қажет, сонда нандарыңыз әдемі көтеріліп шығады. 5-10 минут осылай бетін жауып тынықтырып аламыз да, үстінен жаймендеп ұнды қосып шығатын боламыз. Ұнымызды жаймендеп қосып, жұмсақ күйде жақсылап араластырып, арасындағы іртіктерін барлығын жазып аламыз. Жаймендеп үстінен ұнды салып отырамыз қажеттілігіне қарай. Және де осы кезде 9% уксусымызды 1 қасық, ас қасық қосатын боламыз. Осылай араластырып жібереміз. Жақсылап игі қанғанша осылай илеп аламыз. Қамырымыз болып қалды деген кезде 50 грамм сливочное маслоны алып, пампушка болсын, шедролета болсын алып, осылай жақсылап нанымызды дальше илейтін боламыз. Қамырымыз қолымызға жабыспайтындай болу қажет, өте жұмсақ болып шығады. И осылай пищевой пленкамен бетін жауып, 2-2,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай дайындап аламыз да, өзімізге қажеттілігіне қарай бөліп алатын боламыз. Мен бұл жерде 4-ке бөлдім. Сіздер өзіңіз, если өре алмаймын, қиын болады десеңіздер, 3-ке бөліп алсаңыздар болады. Өруге өте ыңғайлы болады. Сәл жуандау етіп өрсеңіздер де болады. Немесе домалақ күйде нан ретінде пісіріп жапсаңыздар да болады. Осылай жайып аламыз да, сливочное масломызды алып, тоже ішіне кішкене майымызды жарып шығамыз. Нанымыз өте арасы жұмсақ, ашылып пісетін болады. Осылай жақсылап майымызды барлық жеріне жағып, нанымызды үлкейгенше үлкейтіп аламыз қамырымызды. Майымызды жақсылап жағып, және де осылай орап шығамыз. Рет-ретімен барлығын осылай жасап шығатын боламыз, қыздар. Дайын болған қамырымызды осылай өрме қылып, өріп шығамыз. Бұл қиын десеңіздер, 3 өрім қылып өрсеңіздер де болады, өте әдемі болып шығады тоже. Осылай барынша әдемі етіп, қолымыздан келгенше жақсылап өріп алатын боламыз. И басын және аяқ жағын бір-біріне қамырымызды біріктіреміз. Қамырымызды осылай тапаға жалғастыратын боламыз. Әдемі етіп, үстіне 1 жұмыртқаны кішкене сүтпен араластырып, бетіне жауып шығамыз. Өздеріңіз ұнатсаңыздар, күнжіт немесе басқа да присыпкалар теуіп пісірсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай үстіне жұмыртқаны жарып шығатын боламыз. Оля, достар, осылай әдемі булочкаларымыз дайын. Видеоролик ұнап жатса, каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Баламның даусына мән бермейміз. Барынша сіздерге жақсы рецептермен бөлісетін боламын.